Баршаңызға сәлем. Бүгін мен Балнар сіздерге таңғы аста әзірленетін шоколадты панкейктің видеосымен бөлісетін боламын. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мінекей панкейкіміздің құрамын әзірлеуге кірістім. Видеоның соңында описание бөлімінде қанша қажеттілік керек екенін қалдырып кетем. Сол жерден өздеріңізге алсаңыздар болады. Мінекей кішкене ғана ас содасын кефирге қосып араластырып қойдым. Оған дейін 2 жұмыртқаға шемішке майды, қопсытқыш яғни разрыхитель 1 шай қасық разрыхительді қосып қантты барлығын араластыратын боламыз. Сіздер де таңғы асқа жасап балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Мінекей кефир өз көлемін үлкейтіп жатыр. Әдемі болып көтеріліп, себебі құрамында аз содасы болған соң барлығын кефирге дейін осылайша қант ергенше араластырып аламыз. Кефирімізді құйып, барлығын жақсылап осылайша араластырып алсаңыздар болады. Ендігі кезекте ұнымызды, арнайы өлшенген ұнымызды салатын боламыз. Мен ұнды салған кезде бірден барлығын салып жібермеймін, 3 бөлікке бөліп саламын, себебі құрамын, панкейктің құрамын басқа пирог болсын, кекс болсын, бірден басып тастамай, әдемі болып көтерілуіне септігін тигізеді. Сол үшін сіздерде ұнды салар кезде осылайша бөлікке бөліп, қосқыштың көмегімен әбден илеу қанғанша араластырып алсаңыздар болады. Мінекей панкейкіміздің құрамы дайын болды. Ендеше қызған тапада осылайша салатын боламыз. Табаға шемішке майдың жағудың қажеті жоқ, себебі құрамында шемішке май бар, жабысып қалады деп уайымдамаңыздар. Осылайша арнайы ағаш қасықтың көмегімен панкейкті салып шығамыз. Мен біріншісінде шоколадты қоспадым, себебі үлкен ұлым қатты тәтті болғанын онша ұната қоймайды. Осылайша шоколадсыз панкейкті бірінші пісіріп алдым. Келесін дәл осылай қалыпта ағаш қасықтың көмегімен қатты қалың болып кетпес үшін осылайша домалатып пішін береміз. Оты баяу болуына мән беріңіздер. Қатты қызарып кетуге де болмайды, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Сол себепті баяу отта осылайша бір жақ бетін пісіріп, арасына шоколадымызды қосып, бетін кішкене шай қасықтың көлеміндей ана қоспаны құйып, шоколадты жауып шығамыз. Ортасы піспей қалады деп қорықпаңыздар. Себебі әдемі болып көтеріліп, баяу отта шоколады бар панкейк әдемі болып пісіп шығады. Мінекей дайын болып қалды. Осылайша піскен панкейктерді алып, келесі қоспамызды салатын боламыз. Мінекей соңғы панкейктерді дәл осылайша салып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қантты көбірек салып, шоколадты қоспауға да болады. Оған нутелланың пастысын немесе шоколадтарды осылайша ертіп салсаңыздар да болады. Қоспасаңыздар да өз еріктеріңізде. Балалар алдағы демалыста осылайша тәтті тағамдарды жеп сіздерге рахметін айтады деген ойдамын. Видеом
болсын.